Сәлеметсіздер, қымбатты көрермендер, сіздер IT сервис KZ каналын көріп отырсыздар. Бүгін бізге ремонтқа Samsung J4 2018 жылғы телефон келіп түскен болатын. Қандай мәселемен? Телефонда Google аккаунт бұғатына құлтанып қалған екен. Бізде мына жерде далияда бір келесі бетке ешбір мүмкіндіксіз өткізбейді. Бұл бұғаттан үй жағдайында қалай шығаруға болатындығын сіздер осы видеодан көретін боласыздар. Подтверждение аккаунта деген бөлікке келген болсаңыздар, онда артқа қайтасыздар. Және телефонда Wi-Fi-ға қосып алуларыңыз керек. Телефон интернетке шығуға мүмкіндігі болу керек телефонда. Одан кейін сіздер бастапқы бетке қайтып, тілді таңдайтын бөлікке келген кезде, бұл жерден сіздер экстренный вызов дегенге басасыздар. Және үй кнопкасын тездетіп 3 рет басып, талбек функциясын қосасыздар. 1, 2, 3. Талбек функциясы қосылсын, сосын жалғастыратын боламыз. Кешіресіздер, клиенттер шалғып жатыр еді. Сонымен телефонда сіздер экстренный вызовқа кірген соң, талбек функциясын қосу үшін үй кнопкасын 3 рет тездетіп басасыздар. Талбек режимі бізден қосылады. Бұл жерден бір рет артқа қайтып, және мына жерде номер тересіздер. Бір рет басып, 2 реттен басасыздар. 112 біздің жағдайымызда ол. Және мына жерде қоңыраудың белгісіне басып, қоңырауды басасыздар, 2 рет шертіп. Енді мына жерде қараңыздар. Добавить вызов дегенге бір рет басып, 2 рет тездетіп бассаңыздар, біз телефон приложениесіне кіреміз. Және талбек режимін өшіреміз, үй кнопкасын 3 рет басып. Және мына жерде сандарға әртүрлі сандарды теріп, бұл жерде создать контакт деген таңдаймыз. Создать контакт, мына жерге атына кез келген бір нені жазсақ болады. Мысалы, ана сохранить деген басасыздар. Және артқа қайтып, контактыға кіресіздер. Ол жерде жаңа сохранить еткен ана деген кіріп, сообщениеға кіресіздер ол жерде. Көрінбей қалмаған шәрі. Қайтадан көрсетейін. Ана, ол жерден сообщение. Введите сообщение деген жерге ағылшынша сіздер жазасыздар. 3w.youtube.com жазылды. Мына жерде жіберуді басасыздар. Енді ол бізде ашылған жоқ дейді. Және мына жерде бізде сілтеме пайда болады. Осы сілтемеге бассақ, біз кәдімгі стандартта YouTube приложениесіне кіреміз телефондағы. Ол жерден жоғарғы оң жақта адам белгісіне басасыздар кішкене. Условия использования дегенге таңдап, ол жерде 3-ші бөліктегін продолжить, далее, ол жерден пропустить таңдайсыздар. Және мына жерге сіздер Maps деп жазасыздар ағылшынша. Біз телефонда My File приложениесіне кіретін жолды көрсетіп жатырмын. Не үшін? Себебі менде флешкаға, телефонға салынатын флеш картаға маған керекті файлдарды алдын-ала салып жүктеп қойған болатынмын. Сіздер де солай жасасаңыздар, сіздерге ыңғайлы болады. Google Maps. Бұл жерде пропустить. Және мына ақ белгіге басасыздар сіздер. Бұл жерде окей. Ол біздің координатымызды, біздің тұрған жерімізді картадан анықтап беру керек. Неке ол біздің жағдайымызды ашып анықтап берді. Абайапта бекеті путь деген астындағы көк белгіге басасыздар. Тұрған жерлеріңізді анықтаған соң куда деген жерге сіздер өздеріңізге жақын болған бір қаланың атын ба көшенің атын жазасыздар. Менің жағдайымда ол Абай іздеу. Неке бізде ол баратын жерімізді анықтап береді. Ол жерден сіздер путь деген тағы көк белгіге басып, ол жерде окей деген басасыздар. Жоғары оң жақта микрофонның белгісі шығады. Соған басып, сіздер Открой Google деп айтасыздар орысша. Открой Google. Неке біз телефондағы стандартта Google-ны приложениесіне кіреміз. Енді Google Maps-ты X-ті басып өшіп тастасақ болады. Бұл жерден закритті басасыздар. Поисққа сіздер орысша әріптермен MAI деп жазасыздар. Және ол жерде MAI файлы деген приложение ашылады. Соған бассақ, біз MAI файлы приложениесіне кіріп, ол жерден флеш-картаға біз рұқсат аламыз кіруге. Сонымен сіздер флеш-картаға кірген соң осылай, видеодағыдай карта память, ол жерден біз таңдаймыз APK деген. Ол жерден біз орнататын
файл бұл жерде 8.01 APK. Яғни телефонда G4-те 8-ші Android версиясы орнатылған. Бұл жерде разрешение для этого источник дегенді белгіге басып, артқа қайтасыздар, және бұл жерден установитті таңдайсыздар. Бұл жерден готово. Одан кейін FRF bypass екінші бізге керек болатын установить. Бұл жерде открытті басып, бұл жерде жоғары оң жақта үш нүктеге басып, вход в браузер дегенді басасыздар, окей дегенді таңдап, мына жерге кәдімгі қолданыста жүрген Google аккаунтты жазасыздар. Яғни паролін, логинін білулеріңіз керек болады. Бұл жазылып жатқан Google аккаунт. Сол Google аккаунттың біз телефонда бұғаттан шығаратын боламыз. Енді парольді жазамыз. Парольді мен сіздерге көрсете алмаймын. Мына жерде вайти деген басасыздар. Пароль жазып болған соң. Енді осы тұрған күйінде телефонда біреуді өшіріп қосасыздар. Перезагрузить. Телефон қосылған соң видеоны ары қарай жалғастырсақ достар. Мінекей телефон бізде қосылды. Енді бұл жерде бастапқы менюдің барлығын өтіп шығамыз. Менде штатив кішкене жылжып кетіп жатыр. Wi-Fi-ға қосылып тұру керек. Төменге түсіп барлығымен келісеміз. Барлығымен келісіп далее деген басқан сіздерде мінекей аккаунт добавлен деп шығады. Ол жерден далені басасыздар тағы да. Кішкене күтесіздер. Далее. Не сейчас. Всегда пропускать. Төменге түсіп принимаю. Бұл жерден пропустить таңдайсыздар. Окей. Бұл жерден төменге түсіп окей. Төменге түсіп пропустить. Готово. Телефон готов к работе дейді. Екі файлға сілтемені мен осы видеоның астында описанияға қалдыратын боламын достар. Сол жерден жүктеп, флешкаға өткізіп оны сіздер Google аккаунт бұғатын ашуға қолдансаңыздар болады. Интернеттен іздесеңіздер де болады, бірақ жаңа сілтемемен сіздер оны тезірек табатын боласыздар. Сонымен сіздер жаңа сілтемедегіні алып телефонға қолдансаңыздар болады. Және одан кейін сіздер настройкаға кіріп, ол жерден облако учетный записьқа кіресіздер де. Учетный запись жаңа жазылған Google аккаунтты өшіріп тастайсыздар. Және өшірілген соң телефонның версиясын көре салсақ, Android версиясын G4 Galaxy. Версия Android 8. Одан кейін сіздер общий настройкаға кіріп, аккаунтты өшіріп тастаған соң, сбросить дегенге кіресіздер де, сбросить данных. Ол жерден сбросить, удалить все дегенді басып, телефонда толықтай бір форматтай жібересіздер. Сонда сіздерде келесіде телефон қосылғанда қайта Google аккаунт бұғатын сұрамайтын болады. Сіздер IT сервис KZ каналын көрдіңіздер. Егер видео сіздерге пайдасы тиген болса, видеоның каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса комментарийға қалдырыңыздар. Біз сіздерге сау сәлеметте болыңыздар деп қаламыз достар.